Екі грузин сөйлесіп тұр. Бірі екіншісінен сұрайды. Кацо, Гоганың шашы неге осындай үлпілдек? Ол шашын жұмыртқамен жуады ғой. Вау, акробат. Жылап отырсың ба? Жоқ, көзім терлеп кетті. Чукчадан аудармашы арқылы жауап алып жатыр. Чукча, алтынды қайда тықтың? Аудармашы. Чукча, алтынды қайда тықтың? Чукча, айтпаймын. Аудармашы. Ол айтпайды. Егер алтынның қай жерде екенін айтпасаң, біз сені өлтіреміз. Аудармашы. Чукча, алтынның қай жерде екенін айтпасаң, олар сені өлтіреді. Чукча, алтынды үйдің алдына көмгенмін. Аудармашы. Атыңдар оңбағандар, бәрібір айтпаймын. Бір қыз бен жігіт диванда отыр екен. Астында иті жатыр дейді. Әлден уақытта қыз осырып қояды. Жігіт, Ақтөс, кет деймін, депті. Қыз иттен көріп жатыр екен деп, тағы бірнеше рет осырады. Жігіт, Ақтөс, кет деймін, дейді. Қыз тағы осырады. Жігіт, Ақтөс, кетесің бе жоқ па? Қазір мына осырақ басыңа тышат, депті. Екі әйел мақтанып отыр дейді. Менің күйеуім арыстандай айбатты. Екіншісі, менің күйеуім жолбарыстай қайратты, деп. Ал үшінші әйел, не мақтанарын білмей, менің де күйеуім сондай хайуандардың бірі, депті. Әкесі баласына, Дастан, көршіге барып шеге қағу үшін балға сұрап келші, депті. Баласы қайтып келіп, көрші балғасын бермеді, оны қолдансаң тозып қалады, деді. Көрдің бе балам, дүниеде қандай сараң адамдар бар. Жарайды, өзімдікін шығар. Бір жігіт әйелінен сұрапты. Жаным, осы есектер ұзақ өмір сүре ме? Білмеймін. Жанында отырған енесі. Не болды? Бір жерің ауырып жүр ме? Депті. Әйелі күйеуіне еркелеп, жаным, саған мені әйел қылып ал деп кім айтты? Десе, күйеуі. Білмеймін. Дұшпандар көп қой, депті. Маньяк ақшаға у жағып, оларды балалар үйіне сыйға тартыпты. 20 депутат, 2 әкім және 1 министр көз жұмды. Балалар зардап шеккен жоқ. Күйеуі 1-2 күннен кейін мас болып келіп, төсекке құлай кетіпті. Әйелі қайда болдың деп сұрай алмай, жарайды, ертең сұраймын деп қасына жата салады. Түнде күйеуі Әлия деп қатынын құшақтай береді. Әйелі мұны ести сап, ас үйге кіріп, Әлияны көрсетейін саған деп ауырлау заттарды салдырлатып іздей бастайды. Күйеуі оянып, сұмдық болғанын сезіп, олды ас үйге кіре сап, дәу пышақты алып қораға қарай беттейді. Қайда барасың, десе, қара қойды союға. Не үшін? Түсіме Әлия мен Мәншік кіріп жүр, Құран оқытамыз, депті. 3 келіншек әңгіме құрып отыр. Бірінші келіншек, мен күйеуімен төсекке жатқанда аяғын ұстап көрсем, мұздай болып тұрады, десе, екіншісі, менің күйеуімдікі де салқын, депті. Үшінші келіншек үндемей отыр екен. Сен неге үндемейсің, десе, мен еш уақытта аяғын ұстап көрмеппін, дейді. Оған, сен де ұстап көрш, нәтижесін айтасың, депті. Ол жарайды деп тарқасады. Арада 3 күн өткенсін жаңағы келіншектер қайта жолықты. Сөйтсе, үшінші келіншектің бет-аузы быт-шыт көк ала. Не болды, десе ол. Өздерің айтқандай төсекке жатқанда аяғын ұстап көрсем жылы екен. Сонда жаным, серіктікі мұздай, беріктікі мұздай, сенікі неге жылы, деп едім, бәлеге қалдым. Камераға кіргізер алдында шашын тықырлап алып тастаса керек. Содан камераға кіргеннен кейін онда отырған аңдар мұны мұшық, дәу мұшық деп мазақтаған ғой. Бұл мен арыстанмын деп намыстана береді. Аналар да сенбейді. Не істерін білмеген арыстан қасында отырған тышқанға, тышқан, айтшы мыналарға, мен арыстанмын ғой, десе. Тышқан тұрып, братан, сені білмеймін, мен өзім воляда кірпі болғанмын, депті. Бір тойда бір аға арақ ішіп отыр екен. Оны көрген тамада
Бұлай деп сұрапты: аға, не үшін бірден 3 стаканмен ішіп отырсыз? Сөйтсе жаңағы кісі: біреуі өзім үшін, қалған екеуі бажаларым үшін депті. Тағы бір тойда тамада жаңағы кісіні көріп қалады. Қараса, бұл тойда 2 стаканмен арақ ішіп отыр екен. Тамада тиісіп: аға, бір бажаңыз қайтқан сияқты, артық қайырлы болсын деп жатса, жаңағы адам: жоқ, 2 бажам да тірі депті. А онда не үшін 2 стакан десе: әй, өзім арақты қойып кеткенмін депті. Бір ауылда шалы қайтыс болған бір кемпір науқастанып қалыпты. Балаларының апармаған дәрігері, көрсетпеген бақсысы қалмапты. Бір күні алыстан бір мықты тауып алдырыпты. Тауып кемпірді тексеріп көріп, балаларына: шешелерінің ауруы жоқ екен. Сендер бұл кісіні жазылсын десеңдер, бір шал тауып беріңдер депті. Мұны естіген балалары тәуіпке ренжіп: біздің бір кемпірді бағуға шамамыз келеді деп шамданыпты. Ал мұның барлығын естіп отырған шешесі: балаларым, бұл тауып өте мықты тәуіп екен. Осының айтқанын бір сынап көрмейсіңдер ме деген екен. Бір студент емтихан тапсырып жатыр. 2 жыртқыш аң айт депті. Студент: арыстан, жолбарыс. Мұғалім: енді 5 жыртқыш аңдайды. Студент: 2 арыстан, 3 жолбарыс. Жаным, сен менің көзіме шөп салдың ба? Иә, қымбаттым, 3 рет. Ал қашан? Сен өз кәсібіңді ашқың келген кезде банктердің ешқайсысы несие бергісі келмей, кенеттен банк президентінің өзі келісім берген есіңде ме? Иә, есімде. Рахмет. Сен бізге бай болуға көмектестің. Бірақ 2-ші рет қашан болды? Есіңде ме, сен қатты ауырып, саған ешкім ота жасағысы келмеді. Сосын кенет бас дәрігердің өзі ота жасады. Иә, есімде. Рахмет. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Ал 3-ші рет қашан болды? Есіңде ме? Сайлауда озып шығу үшін саған 63 дауыс жетпей тұрды. Бір келіншек күйеуіне еркелеп қолын иығына салса, күйеуі ашуланып: тарт қолыңды, иығымдағы періштелеріңді үркітесің депті. Сөйтсе әйелі ашуланып: албасты, түнде аяғымды иығыңа салғанда періштелерің қыдырып кетіп еді депті. Әкесі баласына: Ваня, көршіге барып шеге қағу үшін балға сұрап келші депті. Баласы қайтып келіп: көрші балғасын бермеді, оны қолдансаң тозып қалады деді. Көрдің бе, балам, дүниеде қандай сараң адамдар бар. Жарайды, өзіміздікін шығар. Дәрігерлер наразылық білдіру үшін көшеге шығыпты. Бірақ билік дәрігерлердің не қалайтынын түсіне алмапты. Өйткені баннерлерде нақты не жазылғанын ешкім анықтай алмаған екен. Мысық темекі тартып бара жатыр. Оны сиыр көріп: сұмдық, кішкентай болса да темекі тартады. Мысық: сұмдық, үлкен болса да лифчик кимейді. Мектептің тұсынан өтіп бара жатқан әкесі жанындағы баласына: сен осы мектепте оқисың ғой, иә? Дейді. Иә, дейді баласы. Осыдан 20 жыл бұрын мен де осы мектепте оқығанмын. Онда директордың маған кеше неге олай дегенін енді ұқтым. Директор не деді? Дәл сендей топасты көргеніме 20 жыл болды, деді. Стройкада бір тәжіктің басына кірпіш түсіп, өліп қалады. Ментер не болды десе, ешкім жауап бере алмайды. Өйткені орысша ешкім білмейді. Арасынан бір қырғыз шығады да айтады: короче, Тәжібай здесь был, кирпич там был. Когда кирпич здесь был, Тәжібай пиздец. Екі жігіттің әңгімесінен темекінің зиянды қасиеттері туралы кітап оқыдым. Қоятын шығармын. Темекіні ме? Жоқ, кітап оқуды. Жаным, не ойлап отырсың? Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын. Ұялмайсың ба, ұятсыз?